Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай қазанда дайындалатын және өте дәмді болып шығатын голубцыды жасайтын боламыз. Егер сіз видеоның соңына дейін көрсеңіз, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл тағамды жасауда бізге 500 немесе 600 грамм фарш, фарштың сиыр немесе қойдың етін алсаңыздар да болады. Майдалап туралған пиязды алып, фаршпен бірге жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Келесі кезекте жақсылап тұрып жуылған күрішіміз алып, оны салатын боламыз. Үстіне бір ас қасық тұз, қара бұрыш және өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті салсаңыз болады. Барлық ингредиенттердің мөлшері описанияда жазылған. Сөйтіп барып 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Барлығын бірге жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Келесі кезекте менде бұл жерде қатқан перецтер, осы перецтерімізді фаршқа жақсылап тұрып, тығыздап салып шығатын боламыз. Сіз осындай перецтерді жақсылап жуып, ішін тазалап алып, морозилкаға сап қойсаңыздар да болады. Өте керемет лайфхак деп ойлаймын. Соңғы этабымызда қазанымызға майымызды құйып, оның үстінен пияз, сәбіз және сарымсағымызды салып, үшеуін жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Беті қызарып болғаннан соң, артыншақ картопымызды салып, онымен бірге жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Келесі кезекте бір ас қасық томатымызды салып, онымен бірге де жақсылап араластырып, артыншақ перецтерімізді үстіп, тігінен қойып, салып шығамыз. Суды еш жерге шашыратпай, оны бір жерге ғана құйып, бетін сәл ғана толып тұратындай етіп, суымызды құйып, артыншақ дәмдеуішті лавровый листі салып, крышкамен жауып, бір 10 немесе 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Үстіп көпірігі шыққанша дейін бұқтырамызда, асын жай басып, бір 10 немесе 15 минутқа қойып қоямыз. Сонда біздің тағамыз дайын болады. Міне тағамызы дайын болды. Егер сізге осы видео ұнайтын болса, менің каналыма және инста каналыма жазылуды ұмытпаңыз, себебі бұл жерде өте көптеген рецепттер шығатын болады. Ас болсын.